Несиеңізді төлей алмай қалдыңыз ба? Сіздермен бірге қарызсыз қоғам заңгері, менің есімім Назгүл болады. Бұл видеоны соңына дейін қараңыз. Көп адам өздерінің заңды құқықтары мен міндеттемелерін жетік білмегендіктен алған несиені төлей алмай қалған жағдайда банк, микроқаржы ұйымдарының қызметкерлері қоңырау шалғанда телефонды көтермей қаша жөнеледі. Олай жасаудың мүлдем қажеті жоқ. Қолданыстағы заңға сәйкес несие төлей алмай қалған жағдайда сіз қарыз алған мекемеге 6 айға дейін отсрочка алуға, ай сайынғы төлем мөлшерін азайтып, тиімді график алуға өтініш жасауға құқылысыз. Ең бастысы, сіздің неліктен қарызды төлей алмайтыныңызды дәлелдейтін құжаттарды өтінішке қоса тіркеуді ұмытпаңыз. Олар жұмыссыз қалу, жалақыңыздың төмендеу, өзіңіз немесе балаңыздың ауырып қалу себептері болуы мүмкін. Көп жағдайда екі тарап болып бір мәмілеге келетін жағдайларда аз емес. Оған дәлел ретінде қарызсыз қоғам заңгерлерінің көмегімен отсрочка, тиімді график алған адамдар біршама. Кредитке отсрочка жасауға өтініш беру нұсқаулығын гайд ретінде дайындап қойдық. Ол үшін гайд сөзін комментарийға жазыңыз, біз сізге жекеңізге жібереміз.